Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қара Жәшік YouTube арнасы. Елімізде электр энергиясын өндіру саласы қандай халде деп ойлайсыз? Электр энергиясы өндірушілердің тарифтері қалай есептеледі? Осы және басқа аталмыш саладағы өзекті сұрақтарды қарастыратын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Елімізде электр энергияны тұтыну қалыпты өсімді байқатады. Себебі экономиканың дамуына байланысты электр тұтынушылар саны соған пропорционал өсіп келеді. Электр энергетикалық саланың жақсы дамуы үшін инвестициялар қажет. Сонымен қатар, Қазақстандағы тұтынушыларды сенімді түрде электрмен қамтамасыз ету үшін нәтижелі басқару жүйесі орнап, жұмыс тиянақты іске асырылуы қажет. Ал Қазақстан энергиясын қандай жолдармен өндіреді деп ойлайсыз? Олардың үлес салмағы келесідей: көмірмен 68%, газ 20%, су электр станциялары 9% және жаңартылатын энергия көздері 3% құрайды екен. Өздеріңіз білетіндей, энергетика министрлігі 1 сәуірден бастап энергия өндіруші ұйымдардың электр қуатын құнын реттейтін нормативтік құқықтық актілерге түзетулер енгізді. Осыған байланысты электр станциялары үшін шекті тарифтері орта есеппен 15%-ға өседі. 2020 жылы 45 электр өндіруші ұйымдарының 37-сі тауарлар мен міндетті төлемдердің қымбаттауына байланысты шекті тарифтерді түзетуге өтінімдер жіберді. Энергетика вице-министрі Қайрат Рахымовтың айтуынша, бұған кен орындарындағы көмір бағасының қымбаттауы, сондай-ақ 70 жылдары іске қосылған энергетикалық нысандардың тозуы әсер етіп отыр. Көздерінің басым бөлігі өткен ғасырдың 60-70 жылдары іске қосылған. Тиісінше генерация секторындағы негізгі шығындар оларды жұмыс жағдайында ұстауға бағытталады. Бүгінгі таңда энергетикалық активтердің қатты тозғаны байқалып отыр. Сонымен қатар 2009 жылда бастап іске қосылған электр қуаты нарығының арқасында станция активтері жаңартыла бастады. Егер 2018 жылдан қорытындысы бойынша өндіруші қуаттардың тозу деңгейі орта есеппен 58%-дан асса, 2020 жылдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 53%-ды құрады. Ал тарифтердің өсуіне бірнеше фактор әсер етті. Ол Қаражара көмірінің өзіндік құнын 8,6%-ға, Бакытер көмірдің 9,9%-ға, көмірді тасымалдаудың 7%-ға және газын 92%-ға қымбаттауы. Ол аздай, жаңартылатын энергия көздерінен 68%-ды құрайтын тоқ көзін сатып алу мен қызметкерлердің жалақысы 15%, экологиялық төлемдер 13%, салық төлемдері 5,8%, сондай-ақ айлық есептік көрсеткіш өсуіне байланысты бюджетке төленетін міндетті төлемдер шығыстарының болуы. Вице-министр толық қаржыландыру болмаған соң, өндірістік апаттар мен технологиялық олқылықтардың өскенін айтты. Мәселен, былтыр еліміздің біртұтас электр энергетикалық жүйесіне 4458 технологиялық бұзушылыққа жол берілді. Өкінішке қарай өндірістегі жазатайым оқиғалардың саны да азаймай тұр, дейді салалық кәсіподақ өкілдері. Айталық, 22 жағдайдың 14-і өліммен аяқталады екен. Энергетиктерге еңбек ақыны көтеру мәселесіне байланысты үкіметке, парламентке, энергетика, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, ұлттық экономика министрліктеріне бірнеше рет жасаған өтініштер оң шешім таппады. Бұл тығырықтан шығудың бір жолы жұмысшылардың жалақысының өңірлердегі орташа деңгейге дейін бір мезетте көтеру, мұны тариф бекітілген кезде ғана жасауға болады. Қазан дейді ғой, тұрған турбиналар, ішіндегі басқа дробилка, мельница бәрі орташа 60%-ға бүгін износ. Сонда біздің адамдар, мысалы 217 мың орташа жалақы алады. А сол кезде, мына жерде қара жіберіңіз, 422 мың финансистер мен страховая деятельность алады. Екі есе көп бізден алады. Неге? Ақшаның үстінде отырғандықтан ба? Жағында антимонополдық комитет жылдан жылға қыса береді, содан жеткізіп отыр, біздің саладан мамандар кетіп жатыр. Осыған байланысты электр өндіруші ұйымдарының уәкілетті органдары тарифті көтеру жөніндегі ұсыныстарын олардың тұрақты қызметін қолдау үшін негізделген деп растайды. Осылайша, түпкілікті тұтынушыларға тарифтің өсуі болжануда. Дегенмен, электр энергиясын жеткізетін және энергиямен қамтамасыз етуші ұйымдардың электр энергиясының құнын көтеруге өтінімдер әлі жібермегендігінің ескере отырып, оның деңгейін бағалау мүмкін болмай тұр.
Сонымен бірге 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Богатырь көмір кенішіндегі көмірдің құны 1941 теңге тоннадан 2133 теңге тоннаға дейін немесе 9,9%-ға өсті. Богатырь көмір кеніші көмірінің өзіндік құнының өсуі 2020 жылдың 1 шілдесінде іске асырылған шекті тарифтерді түзету кезінде ескерілмеді. Қорытындыға келгенде, еліміздегі энергия ұйымдарының техникалық қамтамасыз ету мәселесі тез арада шешіледі деп үміттенеміз. Сонымен қатар, билік тарапынан баламалы энергия көздеріне өту мәселесі де алға қадам басып, үлес салмағы артуы тиіс. Енді тарифтер көтерілген кезде, оның артына қандай себептер жиынтығы бар екенін түсінген боларсыздар. Сөзсіз, әсіресе пандемия кезінде тарифтер бағамы көтерілуі баршамызға елеулі әсер етуі ықтимал. Бірақ оның артында осы саладағы техникалық мамандықтардың жалақыларының өсуі де бар екенін ұмытпаған жөн. Арнаға жазылуды ұмытпай, лайк басыңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер.